Сәлем достар, бүгінгі видеомызда бірінші рет жасасаңызда шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және де 5 ас қасық қантымызды, оның үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз 500 грамм. Оның барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы бір-біріне жақсылап араласқаны дұрыс болады. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымыздан 300 грамм құямыз. 300 грамм ұнымызды қосамыз. Одан кейін үстінен 50-60 грамм сұйық майымызды қосамыз. Бұның барлығын жақсылап араластырамыз. Қою қаймақ тәріздес масса шығу керек бізде. Және де табамызды қыздырып аламыз алдын ала. Табамызға ең бірінші пісіретін кезде кішкене сұйық май жағып жабыспас үшін, сосын барып құймағымызды құятын боламыз. Мінекей сразу біріншіден дайын болатын құймақтарымыз. Ажурные блинчики, былайына айтқанда, күшті дайын болады. Сразу шығады. Істеу білмейтін адамдарды да жасауға болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай блинчиктер өте күшті болады. Жасап көріңіздер. Және де бұл рецептпен жасасаңыздар 30 штук блинчик шығады. Ұнаса лайк басып, комментария жазылып қойыңыздар. Рахмет.